Сәлем достар, таңғы асқа әбсәне пленчик дайындағыларыңыз келсе, менімен бірге дайындайық. Жүрін кеттік. Ең алдымен 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Сосын екеуін араластырамыз. Әбден араластырып, езілгенше сарысы араластырамыз. Сосын сүт қосамыз. Сүті менің 2-де 5, аз емес, мен көзбен өлшеп саламын. Әбден араластырамыз. Сосын овсянканы неден өткізген, блендерден өткізген, езіп алам, алдына ұн сияқты қылып, сосын кукурузный муканы саламыз. Кукурузный мука екеуі де пайдалы. Екеуін салып, әбден араластырып, әбден бір-біріне біріккенше араластырамыз. Таваны қыздырамыз. Қызған таваға құямыз. Асты піскенше стоймектің келесі бетін аударамыз. Сосын сыр саламыз. Сыр да пайдалы. Сырымыз ерігенше 2 жағын ауыстырып, таваға пісіріп аламыз. İşte pilincimiz dayının, овсяный пilincimiz.